Біз өзі әйел баласы көзге көрінбейтін тірліктен ақ шаршаймыз. Біздің күнделікті жасалатын тірлігіміз ешқашан көзге көрінбейді. Бұрын балалық кезімізде анамыз үйді жинап қойсақ, молодец деген сияқты, жарайсың, ой молодец, менің қызым үй жинап қойыпты деген сияқты көптеген жылы лебіздерін айтқан кезде біз шабыттанып одан әрі үй жинайтын едік. Естеріңізде ме балалық кездеріңіз? Сол балалық кезде еске түсіріп кей кезде сәби болғым келеді. Мұны өмірде хабарсыз жаңа туған. Кейде күйбелең тіршіліктен шаршап кеткен кезде балаларым бір жымиып қараған кезде қалай шаршағаныңды ұмытып, соларға қарап мәз болып, солардың тек жағдайын жасауға тырысасың. Әйелдің қырық жаны бар дейтін бе еді осы. Әйел баласы тұрмыста қандай да болса да төзу үшін күш керек екен. Олардың физикалық жағдайда әлсіз болғанымен, ішкі жан дүниесі мен жүйкесі мықты болады екен ер адамдарға қарағанда. Негізі біз әйелдер мықты жаратылғанбыз ғой, бірақ кейде сынып қалатынымыз бар. Мен сияқты деп қойыншы. Кейде ішкі жан дүниемді танымайтын адамға барып сырымды ақтарғым келеді. Танитын адамға қарағанда танымайтын адамға барып сырымды ақтарған өте ыңғайлы. Кей кезде өзімді осылай сындырып алатыным бар. Күндегі күйбелең тіршілігің сенен өзіңнен басқа ешкімге көрініп те жатқан жоқ, оны ешкім елеп те жатқан жоқ. Өздері жинамағаннан кейін өзге жинап атқасын, оларды шашуға әуес болады. Бұрында анамыз айтушы еді, сендердікі рахат өмір ғой, уайым қайғысыз деген кезде оның мән мағынасын түсінбеппіз ғой. Сонда не деп ол кезде балалық кезімізді түсінбейдіміз. Қазір есейе келе өзіміз семья құрғаннан кейін оның мағынасын енді түсінгендейміз. Өмірдің өзі бәрін үйретеді дегенде рас. Өзіңнің үйінде жасамаған тірлікті осы әулетке келіп жасадым десем болады. Мен өзі кішкентай кезімде вообще үй жинау деген сияқты көбіне тірліктерге вообще араласпағым. Өткен үлкен сестрам болғаннан кейін тірліктің бәрін сол жасайтын, ал мен еркелеп жүре беріппін. Сол тұрмысқа шыға келе енді түсініп, енді қадірін біліп, енді бағалауды біліп, бағалауды түсіндім десем болады. Тем более төркінің алыс болғаннан кейін еркелеуді вообще ұмытасың деймін ба? Мен бұл ой түйсікте сіздерге мен бақытсызбын деп айтып жатқан жоқпын. Просто әйелдің көзге көрінбейтін тірлігі адамды шаршатып жіберетініне қапа қаламдай. Негізі әйелдер көп нәрсеге көзімізді жұмып қараймыз ғой. Сондай нәрсе негізі болмайды екен. Сондай нәрсені тастау керек екен. Ал менің айтқан ой түйсігімнен не түйдіңіздер? Комментарийға жазып кетіңіздер, маған тіркеліп кетіңіздер. Және де осы простой келінді қолдап кетіңіздер. Және де осы видеоны көріп отырсаңыз міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Ал всем пока-пока.